мейлі ол кіші, мейлі ол үлкен болсын. Қожайынның бақылауы болмаса, сәтсіздікке ұшырап, тіпті үлкен шығынға батыруы да мүмкін. Кәсіпкер қызметкерлердің кез келген қателігі, сайып келгенде оның қалтасына салмақ салумен қатар, кейде заң алдында жауап беруге әкеп соғуы мүмкін екенін түсіну керек. Сондықтан бүгін біз кәсіпорындардың ішкі аудиті тақырыбын қарастырамыз және үлкен қаржысыз ақ бақылаудың бұл түрін реттеуге болатынын көрсетпекшіміз. Аудиттің сыртқы және ішкі деген екі түрі болады. Сізге салықтық тексерістер келсе, немесе өзіңіз аудиторлық компания өкілін шақыртар болсаңыз, онда бұл сыртқы аудит болып саналады. Егер аудитті бизнес иесі немесе оның бір қызметкері жүргізсе, бұл ішкі аудит. Ірі компаниялар аудиторларды қызметкерлер ретінде жалдауға немесе кәсіби компаниялардың аудиторлық қызметтеріне тапсырыс бере алады. Ал шағын кәсіпкерлік субъектілерінің иелері бақылауды өздері де жасай алады. Бақылаудың төрт түрі бар. Ақпаратты басқару, қаржыны бақылау, есеп беру бойынша бақылау. Төртіншісі негізгі процестерді басқару. Басқарудың бірінші түрі ақпаратты басқару. Бұл сіздің қызметкерлеріңізден талап етілетін компания құпиясы және мұны олар ешкімге тіс жарып айтпауы тиіс. Біз сатып алу бағалары, жеткізушілер, тапсырыс берушілер, қызмет көрсету ұйымдары және басқа да ішкі деректердің таралуына жол бермеуіміз керек. Бұл компанияға айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан біз қызметкерлермен коммерциялық құпияны жарияламау туралы келісімге қол қоюды ұсынамыз. Үлгіні мына сайттардан жүктеуге болады. Кез келген қызметкер жұмыстан кеткен жағдайда компьютердегі деректерді жойып жіберуі мүмкін. Барлық жұмыс деректерін бір файлға салыңыз. Ол сіздің рұқсатыңызсыз өшірілмейді. Немесе жиі бұл файлдарды өзіңізге көшіріп тұруыңыз керек. Шағын бизнес үшін автоматтандырылған сервистер ыңғайлы. Мәселен, Bittrex 24. Пайдаланушылардың саны 12 адамнан асып кетпесе, оны қолдану тегін. Мұнда сіз барлық контактыны сақтап, қызметкерлерге тапсырмалар жүктеп, шараларды жоспарлай аласыз. Негізінен смартфонға арналған қосымша болғанымен, оны компьютерге де жүктеуге болады. Бақылаудың екінші түрі – қаржылық бақылау. Если вы работаете в основном наличными деньгами, значит, должен быть установлен строгий контроль за кассовыми операциями. Видеоконтроль обязательно, оформление кассовых документов, обязательно установление контрольно-кассовой машины, пробивание всех операций по этой машине, выбивание чеков, то есть контроль за деньгами, то есть снятие остатков утром, вечером, и периодически нужно проводить инвентаризацию кассы. Кассалық аппараттардан бөлек айына бір рет тауарларды түгендеңіз. Сатушыңызды немесе кез келген қызметкеріңізді құпия сатып алушы арқылы тексерудің жақсы әдісі бар. Танысыңыздан дүкеніңізге барып, бірдеңе сатып алуын сұраңыз. Сонда сатушының бағаны асыра сілтегенін, чек баспағанын немесе дүкенде жоқ тауарларды сатқанын, сол сияқты басқа да алаяқтық жағдайлардың бар жоғын анықтай аласыз. Қайырлы күн! Мен мына туфлиді сатып алсам деп едім. Керемет таңдау, бірақ мен сізге мұнан арзандау және сапасы одан кем түспейтін туфли ұсына аламын. Мынаның бағасы жазылмаған ғой, және де бұл дүкендеріңіздің тауары емес сияқты. Оны өз бағасына беремін. Бізде қазір жеңілдік. Бұл соңғы туфли. В моей практике были такие случаи, когда отсутствие контроля за работой кассира приводили к тому, что организация занималась вывозом твердых бытовых отходов, и население приносило деньги наличными в кассу. Что делал этот недобросовестный кассир? Она принимала условно 2000 тенге, выписывала приходный кассовый ордер и отдавала клиенту, жителю, приходный кассовый ордер на 2000 тенге, выписывала другой ордер и приходовала 1000 тенге. В результате за 3 года задолженность жителей города перед этой компанией образовалась в размере 5 миллионов тенге. И тогда, когда этот факт был выявлен,
эту женщину не нашли. Қолма-қол ақшасыз операцияларды да бақылау қажет. Сондықтан интернет банкингті орнатқан кезде төлемдерге тек бас есепшіңіз ғана емес, өзіңіз де қол қоюыңыз қажет. Мұндай функция онлайн клиенттік банк бар, барлық банктерде бар. Как правило, владельцы бизнеса в бухгалтерии не понимают ничего и считают, что главные бухгалтера – это шаманы, и только они разбираются в этой работе. Почему важно? Во-первых, никогда не экономьте на бухгалтере. Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой бухгалтер может стоить еще дороже тогда, когда будут проблемы. Жиі бас бухгалтерден есеп алып отырыңыз және ондағы деректерді салық комитетіндегі ақпаратпен салыстырыңыз. Деректер сәйкес келу керек. Сондай-ақ банктен шот бойынша үзінді көшірмені сұраңыз және қандай төлемдер жасалғанын қараңыз. ЕГОВ порталында сіз өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңізді енгізу арқылы қарызыңыздың жоқтығы туралы да ақпарат ала аласыз. Егер сіздің компанияңыз бухгалтерлік есептің 1С нұсқасын қолданса, өзіңіз де оны ашып қарап, бухгалтердің әрекеттерін қадағалаңыз. Барлық ірі келісімдерді, заңды құжаттарды, жеткізушілермен жасалған келісім шарттарды тексеріңіз. Салыстыру туралы есептерге, аяқталған жұмыс актілеріне өзіңіз қол қойыңыз. Регулярно анализировать необходимо юридическую документацию. Почему? Потому что правильно оформленный договор – это залог успеха. Поэтому договоры с партнерами, наемными работниками, договоры аренды, займов нужно контролировать, и если есть возможность, проконсультироваться со специалистом. Бухгалтерлік есеп негіздері туралы толығырақ біздің нөмірі 44-ші сабағымыздан біле аласыздар. Егер сіз бухгалтерлік есеп жүргізбейтін болсаңыз, кіріс-шығысқа қатысты ақпаратты, шикізатқа қанша қаржы жұмсалғанын, қызметкерлер жалақысына қанша бөлінгенін бәрін дәптерге жазып отырыңыз. Іс жүзінде кәсіпкерлер кейде ақшаның қайда кеткенін білмей қалатын кездер болады. Ең дұрысы өз бухгалтерияңызды электронды түрде жүргізген жақсы. Дәптер жоғалса, онымен бірге ондағы деректер де жоқ болып кетуі ғажап емес. Бақылаудың үшінші түрі – есеп беру бақылауы. Правильно оформленная налоговая отчетность, бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность, вовремя сданная спасет вас от штрафов. Я рекомендую владельцу бизнеса разработать календарь. Тогда, когда нужно сдавать какую отчетность, какие сроки и когда нужно проводить платежи, чтобы делать это своевременно и не было потом проблем, когда налоговый комитет будет выставлять штрафы, пени или арестуют ваш счет за несвоевременную сдачу отчетности или выплату налога. Салық төлеу керектігін смартфоныңызда еске сала алады. Жалпы бизнес жүргізу барысында еске салғыш мұндай қосымшалардың тегін түрлері көп. Мәселен, Anydo танымал қосымшасы. Тек оған нені және қашан еске салу керек екенін айтсаңыз болды. Мысалы, 15 желтоқсанда салық төлеу керек деген секілді. Қызметкерлеріңіздің арамдығы мен немқұрайлылығы немесе қарапайым қателігі салдарынан сіз тек бизнесте шығынға ұшырап қана қоймай, сонымен қатар заң алдында жауап беруіңіз де мүмкін. Есіңізде болсын, салық есебінде қандай да бір қателік кетсе, мекеменің бірінші басшысы қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Отдельно хочу сказать об оформлении документов. Дело в том, что когда приходит налоговый комитет, он проверяет правильность заполнения документации. И если счет-фактуру, которую вы выставили, или счет-фактуру, которую вы получили, оформлена неправильно, она не может быть отнесена на вычеты с вашего налогооблагаемого дохода, если вы работаете по общеустановленной форме. Акты выполненных работ, они должны быть оформлены надлежащим образом, проставлены печати, подписи. Авансовые отчеты должны быть оформлены, приложены все подтверждающие документы. То есть любая ваша хозяйственная операция должна быть надлежащим образом документирована. Қазақстанда шағын және орта бизнеске арналған онлайн қызметтер бар. Қарапайым интерфейс сізге дербес бухгалтерлік есеп жүргізуге, құжаттарды дайындауға, есептерді толтыруға және жіберуге мүмкіндік береді. Мәселен, Аман жүйесі кәсіпкерлікті жаңадан бастағысы келетіндерге арналған. Жүйе тауарлар мен қызметтерді сатуды, төлем үшін құжаттарды қалыптастыруды жүзеге асырады. Өнімнің қаншасы қалғанын да қадағалайды.
Қызметтің толық пакетінің құны айына 5000 теңгені құрайды. Басқарудың төртінші түрі – негізгі процестерді басқару. Бизнес иесі ретінде сіз әрдайым кәсіпорында бола алмайсыз, сондықтан бөлмеде бейне бақылау орнатыңыз. Если есть касса, то камера в кассе обязательно, с выводом желательно на свой телефон, потому что, как правило, руководители недостаточно мобильны, то есть чтобы была возможность в любое время проверить, что делается у вас в кассе, что делается в вашем магазине, торговая точка и так дальше, и так дальше. Конечно же, сотрудники должны быть об этом осведомлены. Сонымен қатар бейне бақылау жұмыс барысында туындайтын кейбір даулы жағдайларды шешуге мүмкіндік береді. Мәселен, камераның көмегімен кассирдің адалдығын, сатушының тұтынушылармен байланыс барысында өзін-өзі қалай басқаратынын, бөлмедегі тазалық пен тәртіпті, бизнестің қауіпсіздігін, жұмыс кестесі мен қызметкерлердің жұмыс орнына келу уақытының сақталуын, жиһаз бен интерьер заттарының қауіпсіздігін және осы секілді тағы басқа да жағдайларды бақылауға болады. Онлайн бейнебақылау камералары бүгінде мақтаныш құралы емес, оны орта есеппен 17 000 теңгеден орнатуға болады. Электронды жабдықтар сататын дүкендерде мынадай қарапайым камералар да бар. Мысалы, мен 8 000 теңгеге сатып алғанмын. Егер сізде Wi-Fi болса, онда не болып жатқанын телефоннан да тікелей көре беруге болады. Дұрыс ұйымдастырылған ішкі бақылау жүйесі сіздегі тәуекелдерді төмендетіп, қаржылық шығындарды азайтып және заң алдында жауапты болудан сақтайды. Біздің кеңестеріміз сіздің бизнесіңізді қорғауға көмектеседі деп сенемін. Кездескенше.